Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Менің ең сүйікті салаттарымның бірі, өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай және де менің дежурный салатыма айналды. Күнделікті аяқ асты қонақ келіп қалса және де мерекелік дастархандарға әрдайым осы салатты жасап тұрамын. Алдымен картобымызды жақсылап ашып, оны теркіден өткізіп, одан кейін мұздай суға қайта-қайта жуып, крахмалын кетіріп алатын боламыз. Жақсылап жуу қажет, крахмалын әбден кетіреміз. Одан кейін қағаз салфеткамыздың немесе сүлгіміздің үстіне салып, оны кептіретін боламыз. Үстінен салфеткамен сүртіп, суын сорғытып алатын боламыз. Бұл жерде картобымыз міндетті түрде жақсы кептірілген болуы қажет, күтірлеп шығуы үшін. Одан кейін соленый қиярымызды, тұздалған қиярымызды соломкалап турайтын боламыз. Бұл жерде свежий қиярмен ауыстыруға да болады, егер де тұздалған қиярымыз болмаған жағдайда. Негізі осы тұздалған қиярмен өте дәмді ерекше болып шығады. Оны да соломкалап турап шығамыз. Одан кейін тауық етін қосатын боламыз. Тауықтың еті суға піскен немесе қақталған копченый тауықтың еті болса да жарай береді. Және де бұл жерде айта кететінім, егер де сіз тұздалған қиярды қосатын болсаңыздар, онда осылай суға пісірілген тауықтың етін қосқаныңыз жақсы. Ал егер де қақталған тауықтың етін қосатын болсаңыз, копченый тауықтың етін қоссаңыз, онда свежий қиярды қосқаныңыз жақсы, бір-біріне дәмі сәйкес келетін болады. Ал жұмыртқаны суға пісіріп, оны да осылай ұзындатып, соломкалатып, турап шығатын боламыз. Осы үшеуін тұзын татымына қарай салып, кішкене ғана тұз себіңіздер, себебі тұздалған қияр қосқандықтан қатты тұз себудің қажеті де жоқ. Жақсылап араластырып, тұзын сеуіп, және де үстіне майонез немесе қаймақпен араластыратын боламыз. Картобымызды осылай майға қуырып аламыз. Менің картобым осы жерде күшті болып шықты, күтірлеп, әбден кептірілген болды. Және де осылай қуырып қызартып алғаннан кейін барлығын араластырып бетіне себе қоямыз. Осымен салатымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.